Қазағым Алланың сәлем мен берекесі болсын. Назарыңызда Жамбыл рахматулла. Қасиетті Құран кәрімнің 97 яки Қадыр сүресінде Құранның қадір түні түскені, оның мың айдан да қайырлы екені, бұл түні Жебірейіл мен басқа періштелер Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіні, бейбітшілік кеші орнап, таңрауанданғанға дейін жалғасатыны айтылады. Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Бұл түн Рамазанның соңғы 10 күніндегі тақ күндердің бірінде екенін айтқан. Кейбір риаяттарға қарасақ, Қадір түні Рамазан айының 27 түні. Алайда дәуірлердің ішінде ақыреттің қашан екені белгісіз болғандай, Қадір түні Рамазан айының нақты қай түн екені жаратушымыздан басқаның бәріне беймәлім. Қадір түнінің қаншалықты қасиетті екенін түсінгендер оны мешітте қарсы алу шарт емес екенін біледі. Және де соңғы 10 түн бойы үйлерінде дәретті болып, пәк Алладан кешірім сұрап, Нұғман Сәбитұлының масқа бойынша намаз оқып, таң рауандап атқанға дейін Құдай тағаладан мейіріміне бөлуді сұрап өтеді. Дастархан жайып, туыстармен әңгіме қып, Қызыр бабаны күтуді қояйық. Рамазан айы баршамызға құт берекелі болып, тұтқан оразаларымыз қабыл болғай.